Қаншалықты көптеген адамдардың мәсіхшілік жайында жаңылысатыны таңғаларлық. Менің өзім де көптеген уақыттар бойы сондай теріс ойда болдым. Мүмкін мен әлі де кейбір нәрселерді түсінбейтін шығармын. Мәсіхшіліктің ілімін зерттесем болғаны, оның ақылға сыймайтындығын, сенімдердің жалған екендігін дәлелдей алам. Сонда мәсіхшілікті құрталам деп ойлайтынмын. Бірақ ізденісімнің барысында біртіндеп сенім-нанымдар жүйесінен гөрі тұлға мен ісім бар екенін ұқтым. Басқа көшбасшылардың сұрағы, менің айтқандарым жайында не ойлайсыңдар болса, Исаның сұрағы, мені кім деп ойлайсыңдар болды. Міне осындай мәселеге тап болуыма тура келді. Исаның үйреткендерінің бәрі мен білуге маңызды деп ойлағандарым, Мәсіхтің тұлғасын қоршаған кем дегенде бірсыпыра ақиқаттың бар екендігі. Ол шынымен Мәсіх пе? Өз айтқандай, Құдай ұлы ма? Өйткені, егер Иса өзі жайында айтқаны рас болмаса, онда мәсіхшілік мағынасын жоғалтады. Бәрі сондай жеңіл. Міне мыналар шын мәнінде өте ғаламат. Мәсіхшілік пен басқа да діндердің, сенімдердің арасындағы айырмашылығы. Егер сіз Будданы буддизмнен алып тастасаңыз, одан оның ілімі зардап шекпейді. Конфуцийді Конфуций ілімінен алып тастасаңыз, Конфуций ілімінің негізі шайқалмайды. Мұхаммедті исламнан алып тастасаңыз, исламның негізі бұрынғысынша қала береді. Неліктен? Өйткені барлығы Алланың еркімен орындалады. Бірақ менің түсінгенімді білесіздер ме? Егер мәсіхшіліктен Мәсіхті алып тастаса, мәсіхшіліктен ештеңе қалмайды. Сіздер бұл қалай деулеріңіз мүмкін. Түсініңіздер, Исаның барлық ілімдері оның кім екендігінде негізделген. Міне осы себептен оның тәлімін өмір жайындағы, Құдай жайындағы және басқа да барлық сөздерін зерттеместен бұрын мен Мәсіхтің тұлғасын зерттеуге уақытымды аяған жоқпын. Ол шын мәнінде өзі жайында Мәсіх және Құдай ұлы екендігін айтқанына сай болды ма? Егер солай болса, онда оның ілімінің ақиқат екендігі расталады. Егер олай болмаса, оның барлық ілімдерінің жалған болғаны. Менің түсінгенім, мәсіхшілік ол тұлға. Сондықтан сұрақ, менің Исаның іліміне қалай қарайтынымды емес, бірақ оның өзіне қалай қарайтыным. Иә, мұнда үлкен айырмашылық бар.